Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Кезекті ақида дәрісіміз, еске сала кетсек, біз Әл-Хаким әс-Самарқанди есімді ғұламаның Әс-Сауад әл-Аъзам атты ақида кітабын оқудамыз. Өткен дәрісімізде Абу Бәкір радиаллаху анхудың артықшылығы жайында сөз еткен болсақ, бүгін қалған 3 сахабаның артықшылығы жайында қысқаша айтып өтеді. Бұл аталмыш 4 шадияр қатысты көптеген мақтаулар, көптеген аталмыш сахабалардың артықшылығын баян еткен көптеген риуаяттар, мәліметтер кітаптарда баршылық. Ғалым бұл жерде тек қана қысқа нұсқа айтуда. Бүгін қалған 3 сахаба жайында айтатын боламыз. Әл-Мәсәләту сәдисәту вәл-ашрун 26-шы тарау. وما ذكرنا أنه ينبغي له أن يعلم مسلمان بلوه تيس أنه لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Hazreti Ebu Bekir'den keyin afdala min Umar ibn Hattab radıyallahu anhu. Muhammed Peygamberimizin ümmeti içinden Ebu Bekir'den keyin Omar'dan artıq ешкім жоқ. Ойараху және де ол Әзірет Омардың халифатын хақпын бада Аби Бәкрин радиаллаху анху, Әзірет Әбу Бәкірден кейін ақиқи мағынада халифа болғандығын мойындау керек, қабыл етуі тиіс. Немесе Әзірет Әбу Бәкірден кейін ең лайықты Әзірет Омар екендігін қабыл етуі тиіс. Уәлем, біліп қой, أن فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد صح وثبت بالكتاب والسنة. Hazreti Omar'dың артықшылығы, фазилеті ол Құран кәріммен, пайғамбарымыздың хадистерімен расталған және де бекітілген дүние. Әммәл китабу, ал енді Құран кәрімнен дәлел келтіретін болсақ, фақаулуху та'ала, Алла тағаланың мына бір аяты Hazreti Omar жайында сөз етеді. Я юхан набию, ей пайғамбар, хасбукаллаху, саған Алла тағала жетіп асады, ва маниттабаака минал муъминин, және де муъминдер арасынан саған ілескен кісі де саған жетіп асады делінген. Анфал сүресі 64-ші аят. Ва хуа Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху. Осы аяттағы мән сөзінен Алла тағала Hazreti Омарды ишара етіп тұр дейді ғұлама. Оқал ан-набию алейхиссалам, пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассалам мынандай бір сөзі бар. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи вассалам былай деген: лам такун умматун қабла уммати илля ва кана фиха мухаддасун. Менен алдыңғы үмметтердің ішінде көкірек көз ояу, тілімен періштелер сөйлейтін адам менен алдыңғы әрбір үмметте міндетті түрде болып отырған. Бұл жердегі мухаддасунның мағынасы хадисшілердің түсіндіргені бойынша көкірек көз ояу, сөйлеген бәрі аян болып табылатын, немесе басқа бір риуаятқа қарағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Омардың тілімен періштелер сөйлейді деген. Яғни басқа бір мухаддасында тағы бір мағынасы, айтқан нәрсесі шындыққа шығатын адамды да мухаддас дейді. Айтқан сөздің бәрі шындыққа шығып отырады. Мысалы, бір нәрсені болжайтын болса, бір нәрсені жорамалдайтын болса, онысы міндетті түрде расқа шығып, шындыққа жанасып отыратын болған. Міне осыны мухаддас дейтін болған. Біз бұны бұл жерде көкірек көз ояу деп отырық, және де пайғамбарымыздың да басқа бір хадисінде Омардың тілімен періштелер сөйлейді деген сөзі бар. Міне осыған орайда періштенің тілімен сөйлейтін адам деп аударып отырмыз. Міне пайғамбарымыз әрбір үмметте осындай бір адам болып отырғандығын айтып өткен. Ары қарай былай дейді: ва мухаддасу уммати, ал енді менің үмметім ішіндегі көкірек көз ояу, әлгіндей айтқан болжамдары шындыққа расқа шығып отыратын, тілімен періштелер сөйлейтін адам ол хуа Умар, ол Омар радиаллаху анху болып табылады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Омарды ерекше мақтап өткен. Пайғамбарымыздың бұл сөзі бекерден емес,
Өйткені Hazreti Омардың бірнеше ұсынысын растаған аяттар түскен. Бір жағдаймен қатысты пайғамбарымыз сахабалармен бірге кеңесетін болса, Hazreti Омар ұсыныс білдірген болса, міне осы ұсынысын растайтын кейіннен аят түсіп отырған. Сол себептен пайғамбарымыз бұл жерде мухаддасу деп Hazreti Омарды көкірек көз ояу, айтқан болжамы расқа шығатын, шындыққа жанасып отыратын адам деп Hazreti Омарды бекер айтпай отыр. Вақала алейхиссалам, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан басқа бір сөзінде: иннали вазирайни фиссама, менде көк жүзінде екі уәзірім бар, ва вазирайни фил ард, және жер бетінде де екі уәзірім бар. Аммал вазирани аллазани фиссама, ал енді көктегі екі уәзірімді айтар болсам, фахуа Джибрилу ва Микаилу, ол Джибрил періште мен Микаил періштелері. Ва аммал вазирани аллазани фил ард, ал енді жер бетіндегі екі уәзірімді айтар болсам, фахума Абу Бакрин ва Умар радиаллаху анхума, ол екеуі Абу Бакр мен Омар болып табылады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жерде айтып өткен. Ва хада кифаятун лил ақил, осы айтқанымыз ақылды кісіге жетеді. Ал-масалату сабиату вал ашрун, 27-ші тарау Осман жайында айтылады бұл тарауда. وما قلنا أنه ينبغي له أن يعلم أنه ليس أحد في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل من عثمان بن عفان رضي الله عنه. Mümin Müslümanın білуі тиіс нәрсе ол осы үмметтің ішінен Әбу Бәкір, Hazreti Омардан кейін Hazreti Османнан артық адам жоқ. Hazreti Османнан абзал адам жоқ. Яғни бірінші Hazreti Мұхаммед радиаллаху анху, одан кейін Әбу Бәкір, одан соң Омар кезекте тұрады, және ең абзал жан ол Hazreti Осман радиаллаху анху болып табылады. وَيَرَاهُ بَعْدَهُمَا خَلِيفَةً حَقًّا, және де мүмин мұсылман кісі Hazreti Османның аталмыш екі сахабадан кейінгі болған халифалығын ақиқат деп білуі керек, мойындауы керек. وَفَضْلُهُ, Hazreti Османның артықшылығы, фазилеті, абзалдығы вахирун фи қаулихи алейхиссалам, пайғамбарымыздың мына бір сөзінде көрініс табады. Яғни пайғамбарымыздың мына бір сөзінде ашық түрде айтылған. Анна афдал хазихил уммати ба'ди Абу Бакрин ва Умар ва Усман ва Али радиаллаху анхум аджмаин. Осы үмметтің менен кейінгі ең абзал жаны, ең абзал адамы олар ба'ди, менен кейін Абу Бакр, бірінші Абу Бакр, ва Умар, одан соң Омар, ва Усман, және Осман, ва Алиюн радиаллаху анхум аджмаин, және де Али радиаллаху анху, Алла Тағала бәрінен разы болсын деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни пайғамбарымыз хадисінде ең абзал жан ретінде осы төрт шадияр сахабаларды атап өткен. Сума қала, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ары қарай былай деді: ла тантиқу фихим, сендер осы төрт сахабалар жайында жаман сөз сөйлемеңдер. Вәлә тақулунна илля хайран, және олар жайында тек қана жақсылық айтыңдар. Яғни оларды тек жақсылықпен еске алыңдар. Кайла ташқау, айтпесе бақытсыздыққа ұшырайсыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтып өткен екен. Енді бұл хадистің нақты сахих емес екендігі бұл жерде осы кітапты зерттеп зерделеген кісінің айтуы бойынша хадис кітаптарында жоқ. Дегенмен осыған қатысты, осыған ұқсас Сахих Бухариде келтірілген сахаба Абдуллах ибн Омар радиаллаху анхудың мынандай бір сөзі бар. Бұл Сахих Бухариде келтіріледі. Сонда Абдуллах ибн Омар былай дейді: біз пайғамбарымыздың уақытында Әбу Бәкірге ешкімді теңемейтінбіз. Одан кейін Омарға ешкімді теңемейтінбіз. Одан кейін кезекте Османға ешкімді теңестірмейтінбіз. Ал олардан өзге сахабалардың бірін екіншісінен артық санамай, бәрін теңдей көретінбіз деген Hazreti Омар радиаллаху анхудың сөзі бар.
Енді бұл жерде Hazreti Ali'ді айтпай кетуінің себебі алдыңғы 3 сахабалардан кейін міндетті түрде Hazreti Ali келеді. Немесе бұл Hazreti Абдуллах ибн Омар радиаллаху анху Hazreti Ali заманында, Hazreti Ali'нің көзі тірісінде айтқан болуы мүмкін. Сол себептен де бұл жерде Hazreti Ali'ді тілге алмай кеткен болуы мүмкін. Hazreti Ali'ға да қатысты пайғамбарымыздың айтқан хадистері бар. Оны да өз кезегінде айтып өтеміз. والمسألة الثامنة والعشرون 28-ші тарау. Бұл тарауда Hazreti Ali жайында айтылады. وما قلنا أنه ينبغي له أن يعلم مؤمن مسلمان кісінің білуі тиіс أنه لم يكن في هذه الأمة ولا في الصحابة осы үмметтің ішінен және сахабалардың арасынан بعد أبي بكر وعمر وعثمان أبو بكر وعمر وعثمаннан кейін أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Аталмыш осы 3 сахабадан кейінгі кезекте, яғни осы 3 сахабаны айтпағанда, Hazreti Ali'ден абзал ешкім жоқ етін. Осыны мүмин мұсылман кісі білуі тиіс. وَيَرَاهُ خَلِيفَةً حَقًّا және Hazreti Ali'дің халифалығын ақиқат деп білуі, оның халифалығын мойындауы керек. وَفَضْلُهُ مُبِينٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى және де Hazreti Ali'дің артықшылығы, абзалдығы Алла Тағаланың мына бір аятында ашық баян етілген. Мұхаммадур Расулуллах, Мұхаммед ол Алланың елшісі. وَالَّذِينَ مَعَهُ және де онымен бірге болған. Яғни Әбу Бәкрин, Маахуда Әбу Бәкірді айтып тұр дейді. Ашиддау алал куффари кәпірлерге қарсы өте қатаң. Яғни Омар, бұл жерде Омар радиаллаху анхуды айтып жатыр. Рухамау байнахум ал енді өзара олар өте жұмсақ. Яғни Осман, бұл жерде өте жұмсақ дегендегі жұмсақ адам ретінде Османды ишара етіп тұр Алла Тағала. Тарахум руккаан суджадан және оларды сен рукуқ етуші, сәжде етуші ретінде көресің үнемі. Яғни Али ибн Аби Талибин радиаллаху анхум аджмаин. Алла Тағала бұл жерде рукуқ етуші, сәжде етуші деп Hazreti Ali'ді ишара етіп тұр деп ғұлама аяттан дәлел келтіріп отыр. Фанзур, бері қара, немесе мынаны ұмытпа. Ла тақуланна фихим илля хайран. Сен олар жайында, яғни осы 4 сахаба жайында тек қана жақсы нәрселерді айт. Осы 4 сахабаны тек қана жақсылықпен тілге ал. Ликайла тул'ана. Айтпесе лағнетке ұшырайсың. Ва хаза кифаятун лил ақил. Бұл айтқанымыз ақылды кісіге жетіп асады. Валхамдулиллахи раббил аламин.